Бүйрек ағзадағы негізгі фильтр. Несеп арқылы тағамдардың қалдығын, дәрі және тұздарды сыртқа шығарады. Егер бүйректе кінәрат болса, онда қызметін атқара алмай, денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Ал бүйректің саулығы жақсы болса, онда 1 минуттың ішінде 200 мл қанды фильтрден өткізуге қабілетті келеді. Кейбіріміз бүйрек ауруын бел ауруымен шатастырып, уқалап, массаж жасап, немесе қыздыратын маздарды жағып, өз бетімізше емделуге әрекет етеміз. Алайда ауыратын нүктені нақты анықтап, ем-дом жасаған дұрыс. Бүйрек ақуыздың алмасуын реттейді, гормонды синтездейді, қан қысымын қалыпты ұстайды, кальций элементі мен Д дәруменінің ағзаға сіңуін қамтамасыз етеді. Бәріңізге сәлем, бұл пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі видеода бүйрек ауруын қалай емдейміз? Бүйрек ауырғанда қандай әрекеттер жасауымыз керек? Дәрумендер бүйрекке қажет пе? Осы жайлы болмақ. Бұл видеоны соңына дейін қараңыз, сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, сіздерге ұнаса лайк батырмасын басып кетуіңізді сұраймын. Жалпы бүйрек ауруына шалдықтыратын нашар экология, лас ауа мен ауыз су, тағамдармен бірге түсетін улы заттар, дәріні шамадан артық қабылдау, жағымсыз әдеттер, дұрыс тамақтанбау жиі инфекция жұқтыру себеп болады екен. Өздеріңізге мәлім, бүйрек бірден ауырмайды, ол бірте-бірте сыр бере бастайды. Көптеген адамдар кальцийден бас тарту бүйрек тастарының алдын алуға көмектеседі деп санайды. Шынында да керісінше, зәрдегі оксалиттің көп мөлшерде бүйрек тастарының пайда болуына әкелуі мүмкін. Кальций бұл заттардың сіңуін және шығарылуын азайту үшін оксалитпен байланысу үшін қажет. Кальцийдің мөлшері жоғары тағамдарды тұтынған дұрыс. Сүт тек тұмау мен тыныс жолдарының ауруларына ғана пайдалы деп айта алмаймыз. Кішкентайымыздан сүйсініп ішетін сүт өнімі бүйрек ауруына да пайдалы екен. Тіпті сүт қосылған тағамдарды дайындалған диетада мұндайда өте жақсы әсер етеді. Алайда кей жағдайларда сиыр сүт аллергия беріп жақпай жатады. Осындай кезде сүтке азырақ су қосып ішуге болады. Сонда сүт ағзаға тез сіңіп кетеді. Бүйректің дұрыс жұмыс істеуін сақтау үшін бірқатар қарапайым бірақ өте маңызды ұсыныстарды орындау қажет. Созылмалы бүйрек ауруы кезінде дұрыс тамақтану бүйрек ауруының алдын алудың негізгі шараларының бірі. Бұл шарт тамақпен бірге ағзадағы түскен зиянды заттардың мөлшерін азайтуға, бүйрекке түсетін жүктемені азайтуға болатындығы. Мұны істеу үшін сіз келесі ережелерді сақтауыңыз керек. Су ішу режимі барлық организмнің қалыпты жұмыс істеу үшін ересек адамдар күніне орташа есеппен 2-3 литр суды ішу қажет. Бұл жағдайда кофе, шаймен пайдалануды шектеу керек. Өйткені олар күшті зәр айдайтын әсерге ие және бүйрекке қосымша жүктеме жасайды. Тұз мөлшерін азайту, оның шамадан тыс артық болуы бүйрек жеткіліксіздігіне ғана емес, сонымен қатар жүрек қан тамырларының ауруына, атеросклероз, артерия, гипертония тудыруы мүмкін. Тамақтану рационына жасұныққа бай тағамдарды қосу, бұршақ, жасұнық, жаңғақтарды, жаңа піскен көкөністер, сол сияқты. Бұл ас қорыту жүйесіне ғана емес, сонымен қатар зәр шығару жүйесіне де дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет. Әйелдерге бұршақ дақылдарын тұтыну ұсынылады. Өйткені ерлерге қарағанда несеп жыныс мүшелерінің жедел жұқпалы ауруларына бейім болады. Бүйрек адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Әсіресе әйелдер қауымы үшін маңыздылығы өте зор. Себебі әйел адамдардың денсаулығы, сұлулығы мен сымбаттылығының басты кепілі. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы, оның әлсіздігі әйел ағзасындағы түрлі
дерттерден хабар береді. Анемия шаршау бүйрек эритропоетин деген гормонды бөліп отырады. Ал ол эритроциттердің түзілуіне қатысады. Яғни анемияның болуы бүйрек қызметінің бұзылуының белгілері болуы мүмкін. Шай ішу қыста жылынудың бірден бір амалы. Үйреншікті қара жасыл шайлардан жалықсаңыз, жөке, жалбыз, итмұрын, раушан, бақбақ және басқа да өсімдіктерді әзірлеп шай ішіп көріңіз. Сонымен пайдалы шөп шайларды тоқтала кетейік. Тас шөп – бұл өсімдіктің шайы тұмау, асқазан, бүйрек аурулары кезінде пайдалы. Ол несеп айдағыш құрал болып саналады. Қан аздығы, ұйқысыздық, ревматизм кезінде мықты дауа шай. Түймедақ шайы жүрекпен қиындықтары бар жандарға таптырмас дәрі. Сондай-ақ тұмау, жөтел кезінде жақсы көмектеседі. Итмұрын шайы антиоксиданттар, флавоноидтар, дәрумендер, С, К минералдарға бай, диарея ауруы кезінде ішуге кеңес береміз. Беде шайына бал қоссаңыз, тұмауды кетіретін дәрі болады. Беде шайы бауыр тазартуға, әйел ауруының жақсы дауа. Қант диабеті ауруына шалдыққандарға күнделікті ішуге кеңес беремін. Раушан шайы көңілді көтеруге, вирустарға қарсы әсері зор. Жалпы иммунитетті жоғарылатады. Айта кетсек, бұл шай демдегеннен кейін бірден ішу керек. Анар шырыны да бүйрекке ем. Күнде 200 мл анар шырынын таңертең және кешке тамақтан кейін ішетін болсаңыз, бүйрек дерттен сізден алыс жүретін болады. Гүлді қырыққабат А, К, В және С дәрумендерінің қайнар көзі. Дәл осы көкөністің бойындағы антиоксиданттар бүйрек жолдарындағы пайда болатын аурулардың алдын алып, қатерлі ісікті болдырмайды. Себебі гүлді қырыққабаттың бүйрек тінінің қабынуына қарсы тұра алатын бірден бір көкөніс. Сонымен қатар гүлді қырыққабаттың құрамындағы жасұнық затталмасу процесін қалыпқа келтіреді де айта кетейік. Бұл көкөністі шикелей де қайнатып та бұқтырып та жеуге болады. Гүлді қырыққабатты тамақтану рационына үнемі қосатын болсаңыз, бүйрек жұмысы жақсарып, онкологиялық аурулардың алдын алуға болады. Қарашүйде көздің көргіштігін жақсартып қана қоймай, бүйректен құм мен майда тастарды айдайтын қасиетке ие. Қант диабетімен ауыратын жандардың бүйрек жұмысын да нашарлайды екен. Міне осылайша ғалымдардың айтуынша қарашүйде құрамындағы антиоксиданттар мұндай әсерді болдырмауға атсалысады. Қарашүйдекті үнемі жейтін жандардың бүйрегіне тас байламайтын көрінеді. Ауырмаңыздар, ем болсын. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетулеріңізді сұраймын.